Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен тақырыптық карталарды оқу және географиялық номенклатура туралы қарастырамыз. Жалпы географиялық картаны оқу үшін нені білуіміз керек? Тақырыптық картаны оқу үшін біріншіден картаның атауын, мазмұнын, шыққан жылын, орнын, тіпті баспасын да білуіміз қажет екен. Екіншіден, оның математикалық негізін, яғни қандай масштабта жасалған және қандай проекциямен түсірілгенін білуіміз керек. Үшіншіден, жалпы оның шартты белгілерді, яғни көмекші құралдары қалай? Немесе жалпы қолданатын орны қалай ол картаның? Сондай-ақ географиялық негіз сақталған ба? Қандай географиялық негіздер кездеседі? Міне, осындай ақпараттардың бәрін біз тақырыптық картаны оқу барысында білуіміз керек екен. Жалпы картаға талдау жасаудың бірнеше әдістері бар екен. Біз сол әдістерді айтайық, картаға талдау жасау жолдары. Ол қандай жолдар екен? Біріншіден балалар, ол сипаттама береміз екен. Сипаттама беру. Яғни балалар, ол нысан құбылыстың сапалық сипатын қарастырамыз екен. Екіншіден, бұл жерде біз графикалық әдісті пайдаланамыз екен. Екіншіден, графикалық әдіс. Яғни ол дегеніміз не? Бұл жерде картадағы әртүрлі график, диаграмма, біз оны бағана тақырыптық карталардағы көмекші жабдық ретінде қарастырған болатынбыз. Үшіншіден балалар, картографиялық үлгілеу. Картографиялық үлгілеу екен. Ал бұған жалпы статистикалық талдау негізінде әртүрлі талдаулар жүргізу болып табылады екен. Бұл жалпы картаға талдау жасауда пайдаланатын үш әдіс деп қарастырсақ болады. Жалпы номенклатура дегенді біз өткен сабақтарда қарастырғанбыз. Ол не? Жалпы географиялық нысандардың жиынтық атауы номенклатура деген. Ал сол номенклатураның тізбесі беріледі, біз оны қалай жаттаймыз? Немесе біз оны картадан қалай көрсетеміз деген сұрақ туындайды, Жалпы Евразия материгі бойынша номенклатураны есте сақтауды және оны картадан көрсете білуді мен сіздермен геометриялық фигуралар арқылы жаттау әлде қайда оңай екенін бөлісетін едім. Мысалы, біз сіздермен жаңа айттық Евразия материгі деп. Яғни, белгілі бір нәрсенің ауданын айту үшін біз мынандай тік төртбұрышты геометриялық пішін сызайық. Яғни, ол біздің Евразия материгіміз болсын, Оның ауданы, бұл тік төртбұрыштың де ауданын білуіміз керек. Сондықтан Евразия материгінің ауданы 54,2 миллион километр квадрат. Біз ауданын біліп алдық. Бұл жалпы номенклатурадағы тізім, материктің ауданы. Біз оны білдік. Екіншіден, материктің шеткі нүктелері. Балалар, біз сіздермен Евразия материгінің солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс шеткі нүктелерін білу үшін бірден біз осы тік төртбұрыштың әр бұрышына жасасақ болады. Мысалы, Евразия материгінің солтүстік шеткі нүктесін айтпау үшін жалпы солтүстігіне жазайық, ол Челюскин мүйісі. Оның бірден сіздерге градустың есін жазып кетейік, координаторасын 72 градус солтүстік ендікте орналасқан екен. Сіздер оны картадан бірден таба аласыздар. Екінші, шығыс шеткі нүктесі ол Дежнев мүйісі. Бұның координатасы 169 градус шығыс бойлық. Өйткені біз оның шығыс шеткі нүктесін айтып жатырмыз. Оңтүстігінде балалар Пи мүйісі. Оның координатасы 1 градус балалар солтүстік ендік екен. Батыс шеткі нүктесі Рока мүйісі. Оның координатасы 9 градус батыс бойлық екен. Міне балалар, сіздер Евразия материгінің шеткі нүктелерімен таныстыңдар. Біз оның шеткі нүктесі солтүстігі Челюскин деп айтып жатпадық. Бірден тік төртбұрыштың солтүстігіне, шығысына, оңтүстігіне, батысына орналастырып шықтық, Енді келесі номенклатура тізім ол жағалауындағы мұхиттар. Яғни материкті қандай мұхиттар шайып жатыр?
тағы біз жаңағы көкжиек тұстарымен жазамыз. Яғни солтүстігінде балалар солтүстік мұзды мұхит шаяды екен. Ал шығысында әрине Тынық мұхиты. Тынық мұхиты. Оңтүстігінде Үнді мұхиты. Батысында Атлант мұхиты шаяды екен. Балалар, осылай жаттау әлде қайда оңай деп ойлаймын, иә? Яғни біз сіздермен қазір Евразия материгін шайып жатқан 4 мұхитты қарастырдық. Ол солтүстік мұзды мұхит, Тынық мұхит, Үнді мұхиты және Атлант мұхиты екен. Ал енді біз жалпы материктің жер бедеріне, ерекшеліктеріне қарастырамыз. Жалпы мұхиттың бөліктерін бірден қарастырып кетсек те болады, иә? Яғни мұхиттарда бізде шығанақтар, бұғаздар және теңіздер бөледі. Біз оны әр материктікін жеке жазып шықсақ болады. Мысалы, солтүстік мұзды мұхиттың, мысалы, біз теңізін жазайық, иә? Теңізі. Ол қандай теңіз болуы мүмкін? Мысалы, Баренц теңізі. Немесе Тынық мұхитындағы теңіз, ол Охот теңізі болуы мүмкін. Солай жалғаса береді. Өстіп біз теңіздерді жазып шықсақ болады. Сондай-ақ біз шығанақтарды да солай жазып шықпады. Мысалы, қандай шығанақтарды білеміз? Бискай шығанағы, немесе оңтүстікте орналасқан қандай шығанақ? Так, Парсы шығанағы, иә, үлкен шығанақтардың бір. Осылай жаза берсек болады. Бұл шығанақ. Міне. Осылай біз барлығын тауып аламыз. Немесе жаңағы Атлант мұхитындағы Бискай шығанағы деп дүниежүзілік мұхиттың бөліктерін қарастырамыз. Ал жер бедері бойынша біз Евразияның мысалы өзендері, гидрография, немесе көлдері, қандай өзендерін білеміз? Мысалы, Енисей, Лена, Об өзендері, көлдері, мысалы дүниежүзіндегі терең көл, Байкал көлі деп қарастыра берсек болады. Және биік таулары мен жазықтарын да айтсақ болады жер бедеріне байланысты. Яғни тау болатын болса ол не? Так, мысалы Гималай тауы, ең биік таулар, тағы басқа кете бер. Немесе жазықтарды айтсақ болады. Жазықтар. Немене? Шығыс Европа жазығы, мысалы. Батыс Сібір жазығы, солай кете береді. Бұл жалпы Евразия материгінің номенклатурасы. Ол номенклатуралық тізім арқылы беріледі бізге. Мысалы, жер бедері, ауданы, өзені, көлі. Ал мен сіздерге тезірек жаттау, яғни көріп, есте сақтау және геометриялық фигуралар арқылы тезірек номенклатураны жаттауды ұсынып тұрмын. Бұл біздің жалпы тақырыптық географиялық номенклатура тізімі болатын. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, бір қорытындылап шығайық. Жалпы біз сіздермен тақырыптық карталарды оқудың ретімен таныстық, оларды 3 әдіспен талдайтын білік және тақырыптық номенклатураларды географиялық координаталар арқылы анықтап, картадан көрсету жолын білдік. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.